Hayırlı gün dostum, hayırlı gün dostum. Тамаша оқушылар. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дұрыс тамақтану. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты адамның өсуі мен дамуы үшін тамақтану қажет екенін түсіндіру. Қымбатты оқушылар, бізде үйде асты кім дайындайды? Анамыз. Қолымызды көтеріп отырамыз, иә? Ал мектепте кім дайындайды асты? Аспаз дайындайды, иә? Аспазшы апайларымыз дайындайды. Тамаша, қымбатты оқушылар, бізде көптеген витаминдер бар. Солай ғой балалар? Енді қазір барлығымыз аударайықшы. Менің алдымда не тұр балалар? Жеміс, жидектер. Тамақтану балалар, сендердің өмірлеріне өте қажет. Сендердің өсу үшін, даму үшін қажет. Адам көкөніс пен жемістерді, сүт, жұмыртқалар арқылы аналарың сендерге дәмді азық түрлі пісіріп береді. Көкөністерден әртүрлі аналарың ботқа пісіріп береді. Не болмаса салағат жасап береді, балалар? Қымбатты оқушылар, көкөністердің пайдасы өте мол. Тағамдардың балалар пайдалы тағамдар және зиянды тағамдар болады екен. Алдыға қарайықшы. Кәне, не көріп тұрмыз? Банан, е? Бұлар қандай тағамдар? Пайдалы тағамдар. Мұнда барлық жемістер, е? Мұнда витаминді өте көп. Ал екінші, себетте не көріп тұрмыз? Не көріп тұрсыздар? Зиянды тағамдар, е? Бізде мына жерде құрылған картоп пайдалы ма, зиянды ма? Зиянды. Құрылған картопты жеуге болмайды, балалар. Бұл адамның асқазанына өте зиян болып келеді. Мынау бізде асқа қосатын кетчуп деп айтып жатамыз, е? Бұны да көп пайдалана беруге болмайды. Тағыдан сусындардан кола ішіп жатады, е, балалар? Колалар бізде өте зиян. Не ішуіміз керек, балалар? Біз әр уақытта ақ сүт ішуіміз керек, айран ішуіміз керек. Балалар, міндетті түрде 4 мезгіл тамақтану керек. Таңғы ас, түскі ас, бескі тамақ және кешкі асты, балалар, міндетті түрде ішуіміз керек. Түсінікті ма? Мына біздерден айтпақшы, көкөністерімізде өте пайдалы болып келеді. Қымбатты оқушылар, осы біздің жемістерімізде, көкөністерімізде көптеген витаминдер, А, В, С витаминдері бар. А дәрумені бойынды өсіріп, көзінің көруін жақсартады. В витамині тәбетіңді ашып, күшіңді арттырады екен, балалар. Түсінікті ме? Қымбатты оқушылар, қазір мен сендерді 2 топқа бөлдім, солай ғой? А, Б тобы және С тобы. Қазір пайдалы тағамдарды және зиянды тағамдарды сәйкестендіретін боласыңдар. Пайдалы тағамға не жатады? Зиянды тағамға не жатады екен? Қане топпен жұмысты бастаймыз. Бізде жоғарыда не деп жазылып тұр? Бірге жасайық, жұмысты бірге жасайық, балалар. Жоғарыда не деп жазылып тұр? Құрылған картоп зиян, тамаша. Алмұртшы. Алмұрт. Пайдалы. Пайдалы ма? Иә. Пайдалы емес. Пайдалы. Пайдалы. Балықшы болай. Балық пайдалы бізде. Балық пайдалы. Балық пайдалы. Қане болдық па? Болсақ не істейміз? Бірінші топ болыпты, асықпаймыз ба? Тамаша, енді әр топ бір оқушы шығып қорғасын. Кім шығып бірінші топта? Келем. Ал кел, Амина, сөйлесіңді.
Талшын пайдалы тағамдарды айтатын болса, Амина зиян тағамдарды айтамыз, иә? Қане, көтере қой, айта қой. Пайдалы тағамдарға нені жатқызыңдар? Нені жатқыздың пайдалы тағамға? Қара суретте. Нені жатқызыңдар? Нені жатқыздың пайдалы тағамға? Айта ғой, қайсы пайдалы осының ішінде? Жеміс жидектер айтамыз, иә? Не бұл? Алмұрт тағы не пайдалы? Жұмыртқа пайдалы, тағы балық пайдалы. Өте дұрыс айтады. Ал зиянды тағамдарға не істейді екен? Зиянды тамақтарға қуырылған картоп және газды зиянға. Газды сусындар сіздер пайдалыға қойып қойыпсыздар. Газды сусын пайдалы ма балалар? Газды сусын балалар, есіңізде болсын, зиян болып келеді. Біз әр уақытта жақсы отырамыз. Біз әр уақытта қазір көп балалар газдалған сусынды ішіп жатасыңдар, иә? Бірақ та газдалған сусынның асқазанға пайдасы бар ма? Жоқ. Бұл асқазанға адамның ағзасына пайдасы жоқ. Көбінесе зиян болып келеді балалар. Енді қарайықшы міне тақтаға. Жаңағыда біз пайдасыз және зиян заттарды сыздық. Пайдалы тағамдарға не жатады екен? Сәбіз, алма, орам жапырақ дейміз, жеміс жидектер, солай ғой. Және шырын, қияр міне жатады. Тағы да мынау не? Сүт, балалар жатады. Ал зиянды тағамдарға жаңағыда көрсеткенімде қуырылған картоп, чипсы деп айтамыз, жаңағы орбит, сағыздар. Бұларды көбінесе зиян болып келеді екен. Жақсы. Қазір балалар дискриптор арқылы өзімізді бағалап отыратын боламыз. Тағамдардың пайдалы немесе пайдасыз екенін анықтаймыз, ойын дәлелдейтін боламыз. Тағамдардың пайдалы немесе пайдасыз екенін анықтап, ойын дәлелдеуге қиналады дейді. Қазір біз сендерге пайдалы және зиянды тағамдарды тағы да таратып беремін екі топқа. Мұнда не істейміз? Қызыл түспен пайдалы тағамдарды, көк түспен зиянды тағамдарды бояйтын боламыз. Қане? Жаңа сендер қателестіңдерге аузымызға салмаймыз. Жеміс жидектер пайдалы ма, зиян ба? Көкөністерші пайдалыны қандай түспен қоймыз? Қоршаймыз дедік. Қызыл түспен қоршаймыз балалар. Болды ба? Алдымыздағы қаламдардың барлығын жинап қоямыз балалар, солай ғой. Қане, енді дұрыс орындадық па, қане көрейін. Тамаша, өте жақсы. Дұрыс, қане, екінші топ. Енді дұрыс болды, және сендер бірінші тапсырмада қателескенсіңдер. Көк түспен зиянды заттар. Тамаша, өте жақсы. Екі топта дұрыс орындадық. Қане бір-бірімізді бағалайықшы.
Тамаша. Орындап шықты. Қазір мен сендерге топқа бар. Пайдалы және зиянды тағамдарды өздерің жабыстыратын боласыңдар. Жақсы ма? Bir жаққа пайдалы тағамдарды, екінші жағына зиянды тағамдарды жабыстырамыз. Қазір сендерге суреттерді береміз. Осы суреттерді ішінен пайдалы және зиянды тағамдарды жабыстырамыз. Пайдалыны, зияндыны алдай көмектесе отырсыздар ма? Біреуін ғана жабыстырып отырды, екіншісінің қай жаққа баратынын кім айтып отырасың, мысалға. Süt faydalı mı, ziyandı mı? Faydalı, su жаққа қоя бер. Одан кейін жігер жабыстырып отырады. Ziyanlı faydalı mı? Кішкене жылдамдықтан жабыстырып отырсың. Yani faydalı mı? Жылдам. Екінші топ болды. Қане, кім келіп қорлайды? Екінші топ мен келіп жігер. Жігер, сен бір ара келіп ұстап тұра ғой. Ұстап тұра ғой. Бірінші, тамаша отыра қойыңдар. Екінші топты тыңдайық. Пайдалы тағамдарға нені жатқызыпты? Alma, süt, Süt, ayran, не? ayran, Және? Міне. жемістер, Майден айран. Қарай. Зиянды. Алмызға. бургер, газды сусын, Тамаша. қорған картоп, Тоқаштар, нан зиян ба балалар? Тоқаштар, нан зиян емес қой. Олар пайдалы. Солай ғой, нан зиян ба балам? Нан, тоқаштар пайдалы. Қалғандары дұрыс жабыстырған, е? Тамаша. Отыра қойыңдар. Келесі екінші топқа не бағалайықшы? Бір, екі. Кішкене бір қатесі бар, е балалар? Келесі келе ғой екінші топ. Клейінді жауып қойды, клейінлерді жауып қойды. Келе ғой, қарай мені, келе ғой. Клейдің қақпағын бірден жауып береді. Келе ғой, ұста. Келе ғой, бекарс. Ол тез. Пайдалыға алма, тағы да балық, Тамаша. тағы да ірімшік, тағы да фруктылар, Фрукты не дейміз қазақша? Жеміс, жемістер, жидектер. тағы да тәтті тоқаш жатады. Тамаша, ал зиянды ба? Зияндыға
газдалған сусын, балмұздақ, тағы да салма, бургер. Тамаша. Өте жақсы. Өте жақсы. Қымбатты оқушылар, екі топта зиянды және пайдалы тағамдарды өте жақсы орындадық, иә балалар? Келесі